вирустар. Бізге денсаулыққа өте зиян вирустар қабылдайды. Сол себепті бізге мына ата заңның ішінде жазылған мына көптеген адам денсаулығына өздері жаңағы вирусқа қарсы біздерге көптеген прививка және көптеген дәрі-дәрмектер береді. Соның ішінде мысалға сіздер оларды қалай аласыңдар? Тегін аласыңдар, дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар, тегін аласыңдар. Мысалға бізде әр жылда сендерге қандай прививка береді? Мысалға маңғұлы береді және иықтарыңызға әртүрлі жасына сай прививкалар береді. Солай ма? Соны өздеріңіз уақытында алып тұру қажет. Себебі ол адам денсаулығына өте пайдалы. Жарайсыңдар, әркімнің өз еркі бар, әркімнің өзінің құқығы бар. Мысалға соның ішінде, мысалға сендер ата-аналарыңызбен бір жерге демалуға кетесіңдер ма? Қайда кетесіңдер? Ата-аналарыңыз мысалға демалысқа шыққаннан кейін сендерді мысалға Алматыға немесе үлкен қалаларға қыдыртып алып кетеді. Ал немесе мысалға сендер қай жерге барып демаласыңдар? Жарайсың, лагерьге барасыңдар сендер. Сол лагерьде сендер демалып келесіңдер. Мысалға ертең үлкен азамат болған кезде, мысалға шетелде және басқа жаққа оқуға баруға сендердің құқыларың бар. Себебі қазір біздің ата заңда барлығы нақты жазылған. Әркім өзінің құқы бар. Қайда оқиды, қайда демалады, қайда жұмыс жасайды, әркім өзінің құқығы бар. Жарайсыңдар балалар. Бүгін үй тапсырмасына өте жақсы дайындалып келген, бағалап жіберейін. Айбек өте. Ал айта ғой. Дұрыс айтады, тегін білім алуға құқығы бар. Дұрыс айтады Сара, өте жақсы. Ал айта ғой. Дұрыс айтады, демалуға құқығы бар. Жақсы, бағалай. Айта ғой. Дұрыс айтады, ертең үлкен азамат болғанда жұмыс жасауға құқығымыз бар. Жаңа кім маған жауап берді? Ертең жауап берді. Айта ғой. Біздің лагерьге баруымызға құқығымыз бар. Дұрыс айтады, лагерьге баруға құқығымыз бар. Дұрыс айтасың, өте жақсы балалар. Енді балалар. Балалар, суретті кімден көріп тұрсыңыздар? Отбасы, солай ма? Жарайсыңдар. Ал кімден үйінде үлкен әжелері бар, аталары бар? Кәне? Жарайсыңдар балалар. Үлкен мысалға атаны, осының барлығын не деп атаймыз? Жарайсыңдар, отбасы деп атаймыз. Отбасы. Мысалға, әркім өзінің отбасында өмір сүреді. Солай ма? Отбасында өмір сүреді. Олай болса, бүгін біз мен, сен, ол, олар барлығымыз бір отбасымыз деген жаңа тақырыпты таныстырайық. Дәптерлерімізді ашамыз, бүгінгі күннің бәрін жазамыз. Бүгін бізде отбасы туралы мен, сен, ол, олар. Мысалға, мен, сен және олар, апайлар, барлығымыз бір отбасыға жатамыз. Барлығымыз мысалға бір мектепте, бір сыныпта оқимыз. Солай ма? Енді, міне отбасы.
болса, дәптерімізді қоямыз, қаламдарымызды орнына қоямыз. Кітапты ашамыз. Кәне балалар, туыс дегенді қалай түсінесіңдер? Туыс, туысқа дегенді түсінесіңдер ме? Қалай түсінесіңдер? Кімнің қандай ойы бар? Ал, Іңкәр айта ғой. Ол әженің басқа да қапының әкелерінде туыстары болады. Жарайсың, тағы. Бәріміз қатысып отырамыз бала сабаққа. Әкеміздің ағасы немесе сіңлісі туыс болады. Туыс болады. Жарайсың, айта ғой. Біздің әкеміздің қарындасы бізге туыс болады. Жарайсың, тағы. Дұрыс айтасың. Ал айта ғой. Тағы кімнің пікірлері бар, айтамыз. Дұрыс айтасың. Мысалға сендерді, мысалға Сара, сенен кейін кішкентай қыз бала болса, оны не деп атаймыз? Өзіңнен кіші қыз бала болса, кім көмектеседі? Айбек? Дұрыс айтады, өзіңнен кіші қыз бала болса, сіңлім деп айтады. Ал Аян, сенен кіші қыз бала болса, қарындас деп атайды. Дұрыс қой балалар? Дұрыс, өте тамаша. Енді кітабымызды ашамыз, суретке қараймыз. Суретке назар аударып қараймыз. Бұл суретке не бейнеленген? Отбасы бейнеленген. Дұрыс айтасыңдар. Бұл отбасы туралы әңгімелеу керек дейді. Кәне, әңгімелейікші, кәне. Иә? Қазір. Айта бер. Бұл отбасыда атасы, әжесі, әкесі, сосын анасы және екі кішкентай немерелері бейнеленген. Дұрыс айтасың. Енді қара, біз кеше бүгін тақырыпқа сай отбасы туралы бірінші топты әже деп, ата деп бөлеміз. Ал екінші топты әке, үшінші топты бала. Мына қазір құндылыққа байланысты отбасына құндылықтарын сақтап қалып, соған мысалға бала. Бұл бала өсіп келе жатқан жас жеткіншек. Ол кіші буын, ал әке орта буын. Ол баладан кейін әке, әкеден кейін ата, жоғары буын. Сол біздің отбасымыздың құндылықтары. Біз өз отбасымызда өмір сүрген кезде әркім өзінің отбасын сақтап, үлкендердің ақылын тыңдап, ата әжелеріміздің, ата аналарымыздың ақылдарын тыңдап өсеміз. Солай ма балалар? Жарайсыңдар. Енді сендерге осы отбасы туралы шығармашылық тапсырма берейін. Осыны өзіңіздің жақсы көңіл күйлеріңізбен бояп, өзіңіздің аттарыңызды жазып қойын, және артына осы сурет бойынша өзіңіздің отбасыңыз, ата-анаңыз, сол суретке байланысты пікірлеріңізді жазыңыздар. Әдебиет сыныптан шықпай, өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің пікірлеріңізді жазасыздар. Шапшаң, тез, шапшаң. Шығармашылық жұмыс. Өздеріңіз ойыңызды, пікірлеріңізді бір сөз артына жаза салың. Шапшаң, тез. Шапшаң. Өзіңіздің көңіл күйіңізге бояуға байланысты өзіңіз қандай
Qiyналып жатқан балалар бар ма? Кімге көмек керек? Шапшаң. Тез етеміз, тез. 2 минут. Тез. Тез. Қарамай, жан-жағыңызға тез. Шапшаң. Әркім өзінің ойын, әркім өзінің зейіндегі қандай көңіл күйде жүретінін сол суретке байланысты салыстырамыз. Кім қиналып жатқан балалар бар ма? Тез. Сара айта ғой, суретін қара, айта ғой. Тұрып, айта ғой. Жарайсыңдар. Көрсет апайларға, өте жақсы. Апайларға көрсет. Жарайсың, өте жақсы. Сара деген біздің сынымызда ең суретші қызымыз. Кім болды? Тез шапшаң. Уақытыңыз. Ерге айта ғой тез. Айта ғой. Айша деген анамен әкем маған жоба алып берді. Жарайсың, өте жақсы. Көрсете ғой. Суретіңді. Өте жақсы. Жарайсың. Кім болды? Тез. Аян болмайды. Аян. Тез. Жарайсың, өте жақсы. Енді балалар болсыңдар ма? Енді қоя қойын, болды енді. Енді жалғастырамыз әрі қарай. Әр отбасында өзіне тән атаулары болады. Мысалға, үлкен әкеміздің әкесіне, не дейміз әкеміздің әкесіне? Ата дейді, дұрыс айтасыңдар. Ал анаңыздың әкесіне? Нағашы ата дейді, жарайсыңдар, дұрыс па балалар? Жарайсыңдар. Ал өздеріңізден үлкен ұл болса, аға, өздеріңізден кіші ұл болса, іні. Жарайсыңдар, өте жақсы балалар. Енді сіздерге топтық және жұмыс берейін. Мына сурет бойынша, мына жерге ақ қағаз тастадым. Сурет бойынша осы ойларыңызды жазасыңдар. Яғни 1-2-3 сөйлеп, бәріңіз бірігіп жазасыңдар. Ama екінші әкем орда, яғни ақ қағазда соны алдап жазасыңдар. Қаламдарыңыз бар ма? Үшінші топқа отбасы боламын. Яғни жазамыз. Яғни жазамыз. Тез. Яғни жазамыз.
Жарайсыңдар? Көмектесіп қане, бәріңіз бірлікте. Бәріңіз ойыңызды пікірлеп, бір неңізді жасап едім, қане? Тез жазамыз қане. Бір 3 сөйлем жаса болды. Тез, ойыңызды пікірлеп. Қане? Суретке қарап, ойларымыздың барлығын түйіп, бірлікте барлығымыз бір-бірімізге қарап, суретке қарап жазамыз. Көмектесеміз бір-бірімізге, қане? Көмектесеміз. Қай топ болса, бір 3 сөйлем өзіңіздің ойыңызды жазып, ол десеңіз айтыңыз. Ата тобы өте жақсы қатысып жатыр, барлығы бір-біріне айтып жатыр, бір-біріне ойларын айтып жатыр. Так, болдыңдар ма? Ол сақшар беріп береді. Болды ба балалар? Жарайсың. Бала болды, кәне. Қорғаймыздарыңыз, кәне екі оқушы шығарыңызы, қатты жасылап айтып береміз. Айтамыз қазір. Кәне, тыңдаймыз, кәне. Қатты. Дұрыс па балалар? Өте жақсы, жарайсың. Жарайсың. Бала тобын. Өте жақсы, бағалап шығайын. Өте жақсы. Сабаққа барлығы жақсы қатысып отыр. Жарайсыңдар. Кәне. Бағалап шығайындар. Жарайсыңдар. Кәне. Жақсы. Екі оқушы. Аян шыға. Екі оқушы. Аян мен Сара. Тыңдаймыз. Атасы енесіне ойнап үйретіп жатыр. Менің анам Айшаға ойнатып жатыр. Әке шұқырға тамақ беріп жатыр. Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар. Өте жақсы. Өте жақсы. Топ болып жақсы. Барлық балалар өздерінің ойларын, пікірлерін айтты. Сабаққа өте жақсы қатысып отырғандықтан мен барлық балаларды өзімен бағалаймын. Өте жақсы. Кәне, үшінші топ. Дайынсыңдар ма? Дайынсыңдар ма? Еркеназ, Ислам. Жақсы. Дайындал. Жақсы. Алған суреттерге аттарыңыз қойыңдар ма? Жарайсың, жақсы. Шыға ғой. Кім шығады? Әлде шық. Неде шық. Біздің үйде атам газет оқып жатыр. Әкем Сабина сіңіліме ертегі оқып беріп жатыр. Ал ағам компьютер ойнап жатыр. Анам тамақ жасап жатыр. Ал Әлима сіңілім сабақ
келісесіңдер ме? Қалайсың? Өте жақсы. Өте жақсы. Барлығы жақсы қатысып отырғандықтан барлығы жақсы балалар өздері көңіл болып отыр. Барлығы жақсы балалар. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Енді балалар, бір жақсы көңіл күймен серігіп алайық. Қолдарыңыз салып қалғанша, шаршап қалғанша, кәне қолыңыздан тұрып, серігіп алайық. Демалдық па? Жақсы. Енді балалар, мен және де топтық жұмыспен өтеміз. Кәне ата тобына жазамыз. Карточкадегі сөздерді оқып, соған жауап береміз. Ақбет аламыз, жазамыз. Мына жерде ақбеттер бар. Кәне жазамыз. Өздері жауаптарын сызыққа жазамыз. Барлығымыз бірлікте жұмыс жасаймыз. Кәне бірлікте. Әуелі оқыңыздар. Айсыздар ма? Кәне. Ана, дұрыста оқыңыздар ма? Астында ішіне әлі бар деген. Жас шешінде астында жауаптар. Санат қазір. Оқып айтасыңдар қазір. Кәне. Соны жаз. Өздерің бұғындар. Ол пәдер алып. Байланыс. Астындағы жауаптардан сәйкес сұрақтар бар. Соған жауап беріп отыр. Соның жауабын жазып айтасыңдар. Сұраққа нақты жауап беру. Мен соның астына өздерің жазың.
aytamiz. Ойласып, бір-біріңізге ой пікірлеріңізді, бір-біріңізге сұрап, жақсы жарайсың, кәне? Кәне, шықал. Айта берем, қаттай. Оқы. Анамыздың анасы саған кім болады? Нағашы әже. Дұрыс па балалар? Анаңыздың анасы кім болады? Жауабында неше буын бар? Нағашы. Буындашы кәне? Нағашы. Неше буын бар? 3. Жарайсың. Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар. Өте жақсы. Оқы. Мен ағама кім боламын дейді. Тыңдаңыздар балалар. Жарайсыңдар. Ал үшінші топ. Кәне? Қарындасым екеуміз күнге немере боламыз. Ата әжемізге немере боламыз. Дұрыс па балалар? Неше дауыссыз дыбыс бар. Дауысты дыбыс алтау, дауыссыз дыбыс бесеу. Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар. Өте жақсы. Бүгін сабаққа өте жақсы қатысып балалар. Жарайсыңдар. Отыр, аян. Қонақтар келіп отыр. Иә? Енді балалар, қазір қай мезгіл? Күз. Кәне, бір жылда неше мезгіл бар? Қандай? Қыс, жаз, күз, көктем. Жарайсыңдар. Қазір қай мезгіл? Күз. Күз айларын білесіңдер ма? Иә. Кім айтады? Ал, кім? Кім айтады? Айт. Қыркүйек, қазан, қараша. Дұрыс па балалар? Иә. Формен айтайық кәне. Қыркүйек. Қазан, қараша. Жарайсыңдар балалар. Ал енді қазір күз мезгілі деп жатсыңдар. Күзде ауа райы қандай болады? Суық болады. Дұрыс айтасыңдар. Суық және не жауады? Жаңбыр жауады. Олай болса, бүгін біз әр топтан екі оқушыдан жаңбырда қорғанайын деп бұл жатыр әдісін пайдаланайық кәне. Кәне, кім? Екінас, Тас келеді. Тасы. Кім? Тас Дияс келеді. Кім? Димаш келеді. Жақсы келеді. Ал әр сыныпта, әр топтан екі оқушыдан. Ал жаңбыр жауып жатыр дейік. Қатты жаңбыр жауып, шаңытып, жаңбыр жауып жатыр. Егер де осы жаңбырдың қолшатырының астында сұрақтарға жауап бере алмай қалса, мына оқушылар не істейді? Жаурап қалады. Олай болса көрейік қазір мына қолшатырдың ішіндегі сұрақтар. Кімнен бастаймыз? Ал Димаштан бастайық. Бір ұста бар. Ал оқы. Ата деген кім? Ата деген кім дейді балалар? Өз папамыздың Басқа кіммен қалай екен? өзі әкеміздің әкесі. Дұрыс па балалар? Иә. Жарайсың. Біздің әкеміздің әкесін ата деп атайды екен. Жарайсың. Өте жақсы. Сұрай бер. Нұршат. Отбасында қанша адам бар? Отбасында қанша адам бар? Менің отбасында 8 адам бар. Олар атам, әжем, әкем, анам, апам, сіңлім, ағам және өзім. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Сендердің де үйлеріңде отбасында аталарың, әжелерің, әкелерің, аналарың, ағаларың, апаларың, қарындас сіңлілерің бар. Солай ма? Жарайсыңдар. Жақсы, өте жақсы. Ал жатырмай, Іңкәр ала ғой. Ал, ұстап беру. Анамның жасы нешеде? Анамның жасы нешеде дейді? Анамның жасы? 40-та.
себепті мына іңкәр өзінің анасының неше жастағы екенін біліп жатыр екен. Жарайсың, өте жақсы. Отбасы туралы мақал-мәтел айтты. Айтты ма? Дұрыс айтады. Отан отбасынан басталады. Дұрыс па балалар? Тағы кім қандай отан туралы, отбасы туралы мақал білесіңдер ме? Кім біледі? Мына сабағымызға байланысты, туыс, бауырға байланысты кім біледі? Мақал, мәтел, өлең кім біледі? Білесіңдер ме? Бауыр туралы, мақал туралы білесіңдер ме мақал? Кім біледі? Бауыр туралы, аға туралы бар ма? Бар ма? Айтшы. Ұлдардың үлкені бір туған ағам бар. Қыздардың үлкені бір туған әпкем бар. Жарайсың. Әкияс. Жиен қандай туыс дейді? Иә? Ал. Жиен деп кім атайды? Жиен деп. Мысалы, үйіңізде қонақ. Және кім толықтырады? Кім толықтырады? Айтауы? Жиен дегеніміз біздің әжеміздің қызының қызы немесе әкеміздің қарындасының қызы бізге жиен болады. Дұрыс па балалар? Иә. Жарайсыңдар. Жақсы. Олай болса орындарыңызға отыра қояйық. Енді балалар. Жақсы. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Иә. Егер сендерге сабақ ұнап жатса, TikTok арқылы сабақты кері байланыс жасаймыз. Мұнда пікір білдіргіңіз келсе, пікір ойларыңызды айтып, егер де сұрақтарыңыз болса, сұрақ беріп, немесе сабақ жақсы өтті, ұнады десе, TikTok арқылы кері байланыс жасап, мұнда қоямыз. Мұнда қоямыз. Сабақ сендерге ұнаса, TikTok арқылы кері байланыс жасаймыз. Және мұнда қоямыз, ішіне саламыз. Сабақ сендерге ұнады ма? Сіз қойып орындарыңызға барамыз. Мына сұрақ қоямыз, ал қоя қой. Жақсы. Қоямыз, ал қоя қой. Жақсы, білгісі келіп жүрген болған ғой. Жақсы, қоямыз. Сұрақ қойсын, ал қоя қой. Ой, жарайсың. Балалар барлығы мамалардың, әкелерінің, аналардың жастарын біледі екен. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Жақсы. Қайда қой. Қоямыз. Қой. Қандай нәтиже салса. Бұл бізге кері байланысымыз TikTok арқылы бүгінгі алған білімдерімізді қорытып. Кәне балалар, сабақ сендерге жақсы ұнады ма?